Кайырлы күн достар. Сабақтарымызды жалғастыра берейік. Біздер 7-ші сұраққа келген болатынбыз. Біздерден 7-ші сұрақ оңтүстік Азияның елі туралы сұрамақ. Яғни бүгінгі сабақ саяси карта туралы ма, және оны қалай ажырату керек деген секілді сұрақтарға жауап беретін боламыз. Енді әуелі Азия елдері туралы кішкене болсын түсінік болсын. Кеттік. Азияның саяси картасы аймақтары. Жалпы біз алдында айтқан болатынбыз, географияны нешеге бөлеміз? Екі ірі топқа бөлеміз. Біріншісі физикалық, яғни таулар, өзендер, көлдер, мұхиттар, материктер деген секілді дүниелерді зерттейді. Ал екіншісі экономикалық, әлеуметтік деп бөлінеді. Экономикалық, әлеуметтік дегеніміз ол халықтың, әлеумет деген ол халық болса, экономика оның шаруашылығы. Енді қараңыздар. Ал осы жерде саяси картасы туындайды. Яғни бұл жерде мемлекеттердің саяси шекараларының белгіленуі, астаналары, ірі орталықтары деген секілді дүниелер, бұлар осы саяси картада кездеседі. Яғни саяси картаны қарайтын болсақ, міне бұл саяси карта. Саяси картада ешқандай таулар белгіленбейді, ешқандай ішінен ағып жатқан өзендер көп деген, енді ірі деген нысандар болмаса, бұлай жалпы көбіне ормандарды таба алмайсыз деген секілді. Бұл жерде тек мемлекеттердің астаналары, мемлекеттердің өздерін, ірі қалаларын деген секілді дүниелер табуға болады. Кеттік. Енді Азияның саяси картасын аймақтан тоқтайық. Жалпы міне картадан қарайтын болсаңыздар, бізде солтүстік бөлігін түгелменделік Ресей мемлекеті алып жатыр. Ресейді Еуропаға қосқандықтан, яғни Еуропаға, Азияда абсолютті түрде қарастырамыз. Орталық Азия міне. Осы бір аймақтар, Қазақстан, Өзбекстан, Түркменстан, Қырғызстан деген секілді. Одан кейін бізде араб жерлері бар, араб жазирасы, ол бізде оңтүстік батыс Азия. Одан кейін оңтүстік шығыс Азия мемлекеттері, міне қарайтынбыз, Индонезия деген секілді. Сонымен қатар оңтүстік Азия. Одан кейін бізде қиыр шығыс деп келеді, немесе шығыс Азия, яғни таяу шығыс деп, таяу шығыс бізде мына жақ, қиыр шығыс деп келген бөліктер. Енді кеттік, жеке-жеке тоқталайық. Оңтүстік батыс Азия. Оңтүстік батыс Азияға 17 мемлекет енеді деп қойыпты. Яғни араб географиясына, яғни ол бізде шығыс Машрик және батыс Мағриб араб географиясы аталады, яғни араб жерлері біз айтқанда. Бұл жерлерден жалпы қандай қалалар, бұл жерлерде бірсін айтқанда батыс араб мемлекеттер, Оман, Сауд Арабиясы, Катар, Кувейт, Иордания деген секілді мемлекет жатқызамыз. Енді сұрақ бізде қазір оңтүстік Азия туралы болатын. Енді оңтүстік Азия туралы талқылайық. Оңтүстік Азияға міне 7 ел кіреді деп қойыпты. Олар Үндістан, Пәкістан, Бангладеш, Шри-Ланка, Мальдив, Непал деген секілді мемлекеттер жатқызған болатын. Демек, бізде оңтүстік Азия мемлекеті Д болады. Кеттік, жалғастыра берейік. Одан кейін оңтүстік шығыс Азияға Үнді Қытай түбегі, Малай архипелагы 10 ел енеді. Міне Вьетнам, Индонезия, Лаос, Мьянма, Сингапур, Филиппин, Бруней, Малайзия, Таиланд, Камбоджа деген секілді мемлекет жатқызған. Одан кейін орталық және шығыс Азия. Шығыс Азия міне Жапония, Корея, Қытай, Тайвань, Корея. Кореяны екіге бөлген. Корея халық демографиялық республикасы, яғни Корея республикасы. Солтүстік Корея болса, оңтүстік Корея. Монголия деген секілді. Және де орталық Азияда бізде Қазақстан, айтып кеткенде Қырғызстан деген секілді дүниелер. Азия дүние бөліктерінің ішінде абсолюттік биіктік жағынан Эвересттің, яғни бірінші орында біз білеміз, Гималай тауы, соның ішінде Эверест шыңы ол қай жерде? Непал мемлекетінде. Непал ол бізде Азияда ең биік Джомолунгма шыңы 8848, ол бізде осы Азия жерінде екен. Және де кеттік, орташа биіктік жағынан алдын айтып кеттік, Антарктида биік тұрады. Және де жеріне 75% таулар мен үстірттерден құралған. Бұл енді физикалық жағынан тоқталып жатыр. Жалпы енді Азия туралы емес, қазір Еуразия туралы айтылған болу керек. Неге десеңіздер, Еуразияның солтүстік шеткілікті, яғни біздерде ұбт-да шеткіліктілердің келу ықтималдығы төмен, бірақ сонда келіп жүр кейбір сұрақтары. Солтүстігінде Черевский мүйісі, оңтүстігінде Пяй, яғни бұл ең шеткіліктілері. Пяй мүйісі, одан кейін батысында Рока, шығысында Дежнев. Одан кейін түбектер жазып қойған, Таймыр, Чукот, Камчатка, Корея, Үнді Қытай. Бұлардың бәрін саяси картадан таба алмайсыз, бұлардың бәрін физикалық картадан қарайсыздар. Ең биік таулар мен тау қыраттары Памир, Тянь-Шань, Тибет, Гималай, Гиндукуш, Қарақорым деген секілді тауларды келтірген екен. Енді халқы, жалпы Азия
бір жалпы Орта Азия болсын, Азия жері нағыз мәдениеттің негізгі шыққан негізгі мәдениеттің орталығы, шығыс мәдениетінің негізгі орталығы ретінде қарастырамыз. Қытай, ислам мәдениеті, одан бөлек үнді мәдениеті деген секілді дүниелер. Сонымен қатар халқының жалпы жер шары халқының 60%-ын құрайды екен. Яғни қазіргі кезде Азия аймағында шамамен 4 миллиард 351 миллион адам бар. Ал жалпы жерде шамамен 8 миллиардқа жуық деп айтады. Бірақ әлі 8 миллиардқа жуық халық өмір сүрсе, соның 4,5 миллиарды бізде Азия жерінде өмір сүреді екен. Енді одан кейін дүниежүзінде халық саны ең көп 10 елдің қатарындағы 6-ауы осы Азия еліне енеді екен. Азия жерінде. Және де оны міне бөліп көрсеткен. Қытайлар 1 миллион, мына жерде қателескенмін дейді. Жалпы негізі халық саны ол жақта 1,5 миллиард, Үндістанда 1 миллиардқа жуық халық өмір сүреді деген секілді дүниелер. Ал мынау кәдімгі халықтың ішкі бөлігіне тоқталғанда 1 миллиард 97 миллион деген сөз болу керек. Табиғи өсім кестесі ол қатты маңызды емес. Кен байлықтары. Енді жалпы Азияның бұл жерде Азия жеріндегі пайдалануға туралы тоқталған. Өздеріңіз кейін жеке скриншот жасап қарап аласыздар. Жалпы енді сұрақ бойынша енді жауап беріп тұрсақ, ол бізде мынау негізі Түркия бізде жартылай Еуропа, жартылай Азияда орналасқан. Бұны біз Батыс Азия деп бөліп көрсек, енді Батыс Азия. Иран тоже оңтүстік Батыс Азия елдерінде. Ливан тоже. Араб жазирасында айтқанда. Емен тоже оңтүстік Батыс Азия елдері. Жалпы бізде дұрыс жауап болады, сонда д жауап болады екен,